Бенито Амилькаре Андреа Муссолини, итальяндық саясаткер және мемлекет қайраткері, публицист, ұлттық фашистік партияның жетекшісі, диктатор, көшбасшы, Дуче. 1922-1943 жылдары Италияны премьер-министр ретінде басқарған. Муссолини тұсында елде саяси қуғын-сүргінмен қатар жүретін тоталитарлық режим орнады. Муссолинидің өмірбаянында көптеген қызықты фактілер бар. Олар туралы дәл қазір айтып береміз. Сонымен, сіздердің алдарыңызда Муссолинидің қысқаша өмірбаяны. Бенито Амилькаре Андреа Муссолини 1883 жылы 29 шілдеде Форли-Чесена провинциясындағы итальяндық Варано ди Коста ауылында дүниеге келген. Әкесі Алессандро сауатсыз адам болған, бірақ ол өмір бойы саясатқа қызығушылық танытқан. Ол социалистік анархистердің идеяларын ұстанды. Жиі митингілерге қатысып, тіпті оларда сөз сөйледі. Муссолини аға нанды ұсталық және ағаш ұсталықпен тапқан. Болашақ диктатордың анасы Роза Малтони сенімді католик болған. Ол жергілікті мектепте бастауыш сынып мұғалімі болып жұмыс істеді. Бала кезінен әкесі Бенитоны социализм негіздерімен таныстырды. Сонымен қатар, оған милитаризмге қарсы идеяларды танды. Сонымен қатар, Алессандро Муссолини шіркеу билігі зайырлықтан асып түсетініне қарсы болды. Осы кезегінде анасы ол баланың ғылымға деген сүйіспеншілігін ойнатып, өзін-өзі дамытуға тырысты. Бұл оның өмірбаянында көрініс тапты, өйткені ол болашақта қалың бұқараның санасын оңай жаулап алатын тамаша шешен болды. Бенито Муссолини 4 жаста болғанда ол қазірдің өзінде жақсы оқыды. Ал 1 жылдан кейін скрипкада ойнауды игерді. 1892 жылы ата-анасы оны шіркеу мектебіне оқуға жіберді. Оқудың 1-ші жылында ол өзінің бойы туралы әзілдей бастағаны үшін үлкен баланы пышақтап тастады. Бұл әрекеті үшін Бенито мектептен шығарылғысы келді. Бірақ анасын аяп, епископ Форлидің өтінішін тыңдаған директор өз ойын өзгертті. 12 жасында Муссолини тәртіпті жиі бұзды. Сонымен қатар сыныптастарын басқаруға тырысты. Жас жігіт қатыгез және кекшіл болды, және жиі ұрыстардың бастамашысы болды. Осыған байланысты оны гимназияға ауыстыруға тура келді. 1900 жылы Бенито Муссолини саясатқа қатты қызығушылық танытты. Көп ұзамай социалистік партияға өтіп, социалистік газеттерге көптеген мақалалар жазды. 1901 жылы орта мектепті бітіргеннен кейін Муссолини Пьеве Салицето ауылындағы жергілікті жұмысшылар комитетінің мүшесі болып, мектепте мұғалім болып жұмыс істеді. Бір қызығы, ол кезде болашақ көшбасшы Дуче пацифист болған. Ол милитаризацияның кез келген түріне және мәселелерді әскери агрессия арқылы шешуге қарсы болды. Осыған байланысты 1902 жылы әскерде болмау үшін Женеваға аттанды. Швейцарияда Бенито өмірбаянында алғаш рет өзін спикер ретінде сынап көру мүмкіндігіне ие болды. Ол биліктің әртүрлі нысандарын зерттей отырып, әлемдік саясатты одан да үлкен қызығушылықпен жалғастырды. Онда ол марксистермен, оның ішінде Владимир Ленинмен кездесті. Муссолини көп оқып, жаңа саяси ағымдарды зерттеді. Нәтижесінде ол Италияны капитализмнен күштеп арылту идеясын бойына сіңірген марксизм-социализм жақтаушысы болды. 1903 жылы Италияның өтініші бойынша Муссолини тұтқындалып, отанына әскери қызметке жіберілді. Әскерден келген соң колледжде сабақ береді. Сонымен қатар, ол саясатпен айналысуды жалғастырды және социалистік Лалима газетінің редакторы болып жұмыс істеді. Ол өз мақалаларында Италия үкіметі және дін өкілдерін қатаң сынға алды. Муссолиниді 1903 жылы Бернде швейцариялық полиция тұтқындаған соң, 1908 жылы Бенито жұмысшылар ереуілінің негізгі ұйымдастырушысы болды. Өмірбаянның осы кезеңінде ірі кәсіпкерді қорқытып, митинг өткізгені үшін 2 рет қамауға алынды. Дегенмен, ол әрқашан бос болды. Осыдан кейін жігіт журналистикамен және саяси қызметпен айналысуды жалғастырды. Бірінші дүниежүзілік соғыстың басында Муссолинидің өмірлік басымдықтары өзгерді. Ол социалистермен байланысын тоқтатып, диктатураның жақтаушысы болды. Сол уақыттан бері Муссолинидің өмірбаяны басқа бағытта күрт өзгерді. Егер бұған дейін ол кез келген әскери қақтығыстарға Италияның бейтараптығын қорғаса,
Енді ол итальяндықтарды Германияға қарсы соғысуға үгіттеді. 1915 жылы Бенито майданға аттанып, ефрейтор шеніне дейін көтеріле алды. Ол өзін ержүрек жауынгер ретінде көрсетіп, әріптестері арасында беделге ие болды. 1917 жылы минометтен атқылау кезінде миналардың бірі тұмсық ішінде жарылып, нәтижесінде жауынгер аяғынан ауыр жарақат алды. Әскерде қызметін жалғастыра алмағандықтан үйге қайтарылды. Үйге оралған Муссолини мақалалар жазып, баяндамалар жасауды жалғастырды. Ол социализмнің әлдеқашан өмір сүргенін, сондықтан итальяндықтар қатаң шараларға баруға мәжбүр болғанын ашық айтты. Тек осылай ғана оның пікірінше, әлеуметтік саладағы және саясаттағы өзгерістерге қол жеткізуге болады. 1919 жылы Бенито Муссолини Италия күрес одағы деген жаңа партия құрды. Ол фашизм идеяларын насихаттай отырып, халыққа белсенді түрде баяндамалар жасауды жалғастырды. 2 жылдан кейін Италия парламентіне Бенито партиясынан 35 депутат келді. Осыған байланысты күрес одағы ұлттық фашистік партияға айналды. Ол кезде итальяндықтар Муссолиниді өздерінің құтқарушылары деп санады. Олар барлық үміттерін соған байланыстырды. Ол өз сөзінде жерлестеріне әділетсіздікті мәңгілікке тоқтатып, қазіргі билікті жойып, елді өркендеу мен игілікке жектелуге уәде берді. Оның сөзін тыңдауға ондаған мың адам келді. Фашистер халық тарапынан үлкен құрмет пен қолдауға ие болды. Көп ұзамай олар социалистермен және басқа да диссиденттермен төбелесіп, бульварлар мен көшелерді аралай бастады. Бір қызығы, кез келген қақтығыс туындаған кезде полиция мұндай қақтығыстарға араласпауды жөн көрді. 1922 жылы Бенито Муссолини және оның серіктері монарх Виктор Эммануэльді құлату үшін Римге жорық жасауды ұйғарды. Ол өз кезегінде демонстрацияны күшпен таратып, тәртіпті қалпына келтіре алды. Бірақ бұл жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін деп қорықты. Нәтижесінде король Бенитомен келіссөздер жүргізіп, онымен келісім жасады. Дуччи Италияның премьер-министрі лауазымын алды, ал біраз уақыттан кейін оның диктаторы болды. Осылайша Муссолинидің өмірбаяны ғана емес, Италияны бүкіл тарихи өлім жолына түсті. Арада бір жыл өтпей жатып, Муссолини Ватикандағы дін өкілдерімен кездесті. Ол коммунистерді, масондарды және дінге нұқсан келтірген адамдарды мемлекеттен шығаруды көздейтін ашық айтты. Саясаткер кардинал Гаспариге оның билігі кезінде барлық оқу орындарында діни білімнің енгізілетінін, армияда әскери діни қызметкерлер пайда болатынын өте етті. Нәтижесінде ол шіркеудің қолдауына ие болды. Соның арқасында фашистер ел азаматтарын одан да көп жеңе алды. 1923 жылы фашистік партиядан шыққан саясаткерлердің көпшілігі парламентте болды. Мұндай нәтижелерге үлкен көлемдегі бұрмалаулар арқылы қол жеткізілді. Социалистік Джакомо Матеотти бұл туралы білгенде, ол бұл ақпаратты көпшілікке жариялады. Бұл өзіне қиындық тудырды. Муссолинидің бұйрығымен ол тұтқындалып өлтірілді. Бұл туралы көпшілік білді. Бірақ итальяндық көшбасшылардың арасында Дуччиге қарсы сөйлеуге батылы баратын бірде-бір адам болмады. Бенито Муссолини тұсында 21 мыңға жуық адам саяси айыппен түрмеге жабылды. Премьер-министр бір көшбасшының бір партияның шешіміне бәрі бағынатын тоталитарлық мемлекет құра білді. Көп ұзамай Италияда нәсілшілдік және итальяндықтардың төменгі нәсілдерден артықшылығы туралы идеялар насихаттала бастады. Әсіресе еврейлер, сығандар, қара халықтар қуғынға ұшырады. Екінші дүниежүзілік соғыс басталғанға дейін Муссолини армиясы Эфиопия, Албания және Грекия аумақтарын аннексиялады. Диктатор Рим империясын қалпына келтіруге кірісті. Алайда майдандағы сәтті шайқастардан кейін итальяндық әскерлер сәтсіздікке ұшырай бастады. Неміс әскері Бенитоға көмекке келді. Ол барлық жағынан итальяндық армиядан айтарлықтай асып түсті. Майдандағы қолайсыз жағдайларға байланысты Муссолини Адольф Гитлермен одақтасуға мәжбүр болды. Айта кетерлігі, бір қатар себептерге байланысты оның Германия басшысымен қарым-қатынасы шиеленіскен. Алайда герцог Германияның орасан зор әскери күш пен тәртіпке ие екенін мойындады. Сонымен қатар Бенито өзінің фюрерін көргенде немістердің мінез-құлқына тәнті болды. Қалай болғанда да Муссолини де Гитлер де екінші дүниежүзілік соғыс кезінде өздерінің диктатураларымен бірге жойылды. 1914 жылы Муссолини Ида Далсерге үйленді. Бұл некеде олардың ұлдары болды. Бірақ баланың дүниеге келуі олардың отбасын сақтап қала алмады.
Көп ұзамай ол ұзақ қарым-қатынаста болған Ракель Гуидиге үйленді. Бұл одақта олардың 3 ұлы 2 қыз баласы болды. Бір қызығы, Бенито билікке келген кезде ол 2 рет үйленгенін мұқият жасырды. Оның үстіне бұрынғы әйелі мен бірінші баласын қуғын-сүргінге ұшыратты. Ал диктатор ресми некеде болса да, әртүрлі қыздармен кездесуді жалғастырды. Көп ұзамай ол Бенитоға өшпес әсер қалдырған итальяндық ақсүйек Клара Питачимен кездесті. Қыздың оған ғашық болғаны сонша, ол сүйіктісімен бірге антифашистердің оғынан қаза тапты. 1943 жылы кейбір итальяндық аумақтарды британ әскері басып алғанда, Муссолини тұтқында болды. Гитлердің бұйрығымен Отто Скорзени бастаған неміс десантшылары саясаткерді босатты. Фюрер оны Италияның бір бөлігіне басшылық етті. Дегенмен, Бенито Гитлердің қолындағы қуыршақ қана екенін бәрі жақсы түсінді. 2 жыл бойы Италия социалистік республикасын басқарды. Астанасы Сало болды. 1945 жылы сәуірде соғыс аяқталу қарсаңында Муссолини өзінің жұбайымен бірге Швейцарияға қашқысы келді, бірақ ұсталды. Сарбаздарға тұтқындарының кім екенін белгілі болған соң, оларды өлтіруді ұйғарды. Келесі күні 1945 жылы 28 сәуірде Бенито Муссолини мен оның сүйіктісі Мезегра ауылының маңында атылды. Ол кезде Дуче 61 жаста еді. Бүгін ғаламторда өлім жазасына кесілген Муссолини, Питачи және тағы 6 атақты фашистің Пьяццале Лоретода төңкеріліп ілінген фотосуреттерін көруге болады. Бір кездері өз көсемін пұт тұтқан итальяндықтар енді оны мүлдем жек көретінін білдірді.